Балаларға арналған мультфильмдер көбіне мейірімділік, достық, қамқорлық туралы әңгімелейді. Бірақ кейде көрермендер олардың сыртында не жасырынғанын зерттеп, өзінше түсіндіреді. Соның бірі Маша мен Аю мультфильмі. Бұл ресейлік анимация тек балаларға емес, ересектерге де қызық болып кетті. Бірақ соңғы жылдары интернетте осы мультфильмге қатысты түрлі сұмдық теориялар пайда болды. Бұл жай ғана ойдан шығарылған дүниелер болса да, адамды ойландырмай қоймайды. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтанымыз арнасы. Ең бірінші арнаға жазылып лайк басып кет. Себебі мен видеоларым ең керемет әрі күшті сұмдықтар айтылған. Достар, алдыңғы видеода 5000-ге ұтылған адам осы адам. Ең керемет комментарий жазып және арнаға жазып лайк басып кет. Сонда сен де 5000-ге ұтасың. Достар, онда көп ұзамай бастайық. Бастаймыз. Красавчик! Маша тірі жан емес пе? Кейбір теорияларда Маша шын мәнінде тірі адам емес. Апатта қайтыс болған қыздың елесі делінеді. Аңыз бойынша Маша теміржол апатынан кейін орманда жоғалған қыз. Ол енді тірілермен байланыса алмай орманда адасып жүреді. Аю бұл елес әлемінде оның серігі болып кеткен тіршілік иесі. Осы теорияға сенсек, неге басқа жануарлар Машаны қорқады? Неге ол бәрін басқарып отырады? Соның жауабы табылатындай. Аю циркте азап шеккен жануар. Аюдың бұрын циркке жұмыс істеген мультфильмнің өзіне көруге болады. Оның үйіне түрлі кубоктар, медальдар ілулі. Аю зейнетке шыққан ба, әлде қашып кеткен бе? Кейбір қауесет бойынша Аю адамдардан қашып орманда жалғыз өмір сүруге тырысқан. Бірақ Маша пайда болғанда, ол өзінің бұрынғы қорқынышты өмірін еске түсіріп, ішкі азабын қайта бастап өткеріп жүреді. Орман, тұзақталған кеңістік. Бірнеше бөлімде байқалатын жағдай. Маша ешқашан ата-анасын іздемейді. Басқа адамдар мүлде көрмейді. Тіпті орманнан шығуға әрекетте жасамайды. Бұл бір мистикалық тұзақ па? Мүмкін. Маша мен Аю уақыт пен кеңістіктің тыс жерге қамалған ба? Бұл әлемде тек олар ғана тірі сияқты көрінеді. Мультфильмде Машаның әрекеттері үнемі қайталанып отырады. Бірде ол бәрін бұзады, бірде жөндейді, бірде өзі ренжіп кетеді. Бұл тұйық цикл. Бұл теория бойынша бұл цикл Машаның күнәсі үшін, мысалы отбасынан қашу немесе бір қателігі жасаса, ол сол жазадан ешқашан шыға алмайды. Халық арасында тараған аңыз бойынша Маша деген қыз шын мәнінде жоқ адам. Ол елес. Аю орманда жалғыз өмір сүріп жүргенде ол апаттан қайтыс болған кішкентай қыздың рухын кездестіріп, олмен бірге тұра бастайды. Осыдан бастап Аю жалғыздығын жеңіп, бірақ үнемі Машаның қалауын орындап отыруға мәжбүр болады. Кейбір көрермендердің айтуынша Машаның көлеңкесі кейде дұрыс түспейді. Ал кейбір бөлмелерде оның көзі тым ерекше жылтырап тұрады. Қорқынышты теорияда Машаның өте шулы, ерке, тіпті агрессивті мінезі балалар психикасына зиян келтіруі мүмкін деген пікірлер айтылған. Кейлерде ата-аналар бұл мультфильмді қоспайды. Әсіресе баланың бойында гиперактивтілік пен тыңдамау мінездері байқала бастаса, кінәні мультфильмнен іздегендер де бар. Аңыздардың біріне сенсек, Питер Пен шын мәнінде періштеден бұрын өлім әкелуші рух. Ол Ниверлендке кеткен балаларды ешқашан өспейтіндей қылады. Себебі олар бұрыннан бөліп кеткен. Неверленд бұл жай ғана ертегі әлем емес, балалар жанының мәңгі қалған жері. Питер Пен олардың жандарынан шынайы өміріне алып кетіп, ол жақта бақытты өмір сүруге мүмкіндік береді. Кейбір фанаттар айтуынша, Питер Пен өскісі келген балаларды өлтіреді. Себебі ол Ниверлендте тек мәңгі бала болып қалғысы келеді. Сондықтан кімде-кім есейгісі келсе, Питер соны жойып жібереді. Бұл әсіресе жоғалған балалар жайлы теорияларда айтылады. Олар неге үнемі ауысады? Себебі олар өскенде Питер оларды жоғалтады. Питер Пен бізге бала кезден таныс сиқырлы кейіпкер, бірақ астарында осындай қараңғы философиялық мағына жатқан болуы да мүмкін.
әрбір тегі жай ғана ермек емес, адамның өмірі, өсуі, өлім және уақыт тараптарынан қозғайтын терең дүние. Кей фанаттардың айтуынша, Зак дауылға ұшырап теңізге кеткен соң шынымен өлген. Ал мультфильмдегі Бермуд үшбұрышы, қара мүйіз, семеро теңіз әлемі бұл о дүниемен байланысқан әлем. Яғни Зак шын өмірде жоғалып кетіп, рухтар әлемінде өмір сүріп жүр. Оны қолдап жүрген Сворд, қасиетті қылыш, Клапросор, айдаһар және пират достары бәрі де бұрын бұл әлемде қалып қойған рухтар. Олар Закқа көмектесіп, өздерінің құтылу жолында іздейді. Мультфильмде Зак үнемі жер бетіне қайтқысы келеді, бірақ әр жолы оған бір нәрсе кедергісі болады. Бұл да теорияға сәйкес, рухтар әлеміне қайту тек тірілерге арналған жол, ал Зак енді тірі емес, бұл мүмкін. Қара мүйіз ше? Қара мүйіз басты антагонист. Ол тек күшке құмар емес, Зактың жанын алғысы келеді. Бұл жерде оның рөлі шайтани күшке ұқсайды. Ол Закты азғырып, өзінен тартып толық бақылауға алуға тырысады. Бұл өмір мен өлім, жарық пен түнек арасындағы күрестің белгісі болуы мүмкін. Бұл теория бойынша Хайди шын өмірде мүгедек қыз, және оның басынан өткен оқиғалар, таудағы өмір, атасы Питер, Клара бәрі оның қиялынан туындаған. Яғни ол аурухана төсегінде жатып, шынайы өмірдің ауырлығынан қашып, өзінің ішкі әлемінде бақытты өмірді елестетіп жатқан болуы мүмкін. Таудағы әлем тым үнсіз көрінеді. Табиғат, таза ауа, мейірімді ата. Бірақ сол бейбіт өмірге қарамастан, Хайди әрдайым жалғыздық пен сағыныш сезінеді. Түсіне жылап оянады. Бұл оның шынайы әлемге оралуы деген ішкі күресін білдіруі мүмкін. Клара бай отбасынан шыққан, бірақ жүре алмайды. Кей фанаттар оны Хайди өзінен жақсы өмір сүретін баланың азабын елестетіп шығарған дейді. Яғни Клараның аурулығы арқылы Хайди өз қиналысын жеңілдетуге тырысады. Хайди сырттай өте жарқын мультфильм болғанымен, оның астарында баланың жалғыздығы, жоғалту мен қиял әлеміне қашуы сынды ауыр тақырыптар жатуы мүмкін. Бұл теориялар мультфильмнің ресми мағынасы емес, бірақ көрермендерге басқа қырынан ой салуы мүмкін. Достар, арнаға жазылып лайк басып кет. Екінші бөлім 50 лайктан кейін шығады.